Salgız şariyaladın kalay Şeregimde can kalmay Dilingen ötkürtüldüm Her bir oğlum bakan Sözlerimde däl oqtay Kevdimde tisetti Dımda kaldırmay Baby meni kımdın tirdi nege öldüm Senin zolun bolanında kalamay Bera ötedin anay Tönegimde dondan Sabırlaydı son yaktan Negisinde merhabat ol Olsundan Sen olmayın olan çok Menilimin güldün çok Şavuşun odan ol Gözlerinde basizim veren Tapadım yerim Tapadım yerim Tapadım yerim Tapadım yerim Rasta buldu bastard Mine şekem sende gaz var Aspan tümü jastat Tabi kimmeyi kek baskat Rem tengi tekti gemle Gevdi getken bastın Rem tengi remedi ken sen de şektin ge bastın yedi Kutluansın böyle gündü men Yendi küttün böyle gündü sen Bizim olduk öyle gündü men Ayaktamayın söylememde Dönegimde dondum Sabırlaydı soğuktan Negizinde merhabat ol Olsunday Sen olayın doğan şu Menilimin güldün şu Çağırmışın odan o Gözlerinde basizim bırak Tapadım yerim Tapadım yerim Tapadım yerim Tapadım yerim Так, сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Так, бүгін біз жаңа нұсқа талдайтын боламыз. Да? Біраз оқушы кірген сияқты, сондықтан да қазір уже сабақты біз бастай берсек, е? Нұсқа талдаймыз. Қазір бірнеше сұрақтар болады. Ойланып жауап береміз. Қызықты болады деген ойдамын. Активно қатысып отырайық. Нұсқа талдау арқылы біз өзіміздің білімімізді арттыратын боламыз. Практика, былайша айтқан кезде. Так, кеттік балалар, дұрыс айтамыз. Іштегі кальцийдің сіңірілуін жеңілдететін ол бізде лактозалар болып табылады. Не себепті екенін айта кетейік, потому что бұл лактозалардың құрамында бізде казеин деген белок болады. Казеин деген нәруызымыз, ол бізде сүттің құрамында кездеседі. Бұл фосфолипидтерге жатады, яғни кальций мен фосфордың бізде сіңірілуін жеңілдетеді. Сондықтан да бұл жерде лактозалар. Триоза ол көмірсулар, и бұлар бізде жалпы тыныс алудағы аралық өнім болып табылады. Тыныс алудағы, яғни пирожүзім қышқылы дейміз, яғни пируват. Қысқаша айтқан кезде мальтозалар болмайды. Мальтозалар ол бізде астық тұқымдастардың құрамында кездеседі, одан бөлек помидорда кездеседі. Ой, так. Помидордың құрамында кездеседі, помидор. Так, келесі глюкозаларымыз ол бізде, яғни С6. Яғни бұлар бізде тек қана фотосинтездің соңғы өнімі, одан бөлек жалпы энергия беретін көмірсулардың ең қарапайымы. Так, бірінші сұрақ түсінікті ғой? Так, кеттік. Екінші сұраққа көше берейік. Жасушаның өзін өзі қорыту үдерісі дейді.
Мгм. Мгм. Так, Даяна айтпай бірінші дұрыс жауап берген. Оқушы, бізде автолиз процесі, дұрыс айтасыз. Автолиз деп отырғанымыз өзін өзі қорыту, яғни бізде лизосома деген адай органоид болады, иә. Ол өзі бізде Golgi деген аппараттан адай пайда болған тұғын. Көпіршіктерден, өйтіп көпіршіктерден пайда болған органоид. Бұл бізде өзіне 30-дан астам нені қосады? 30-дан астам бізде гидролитикалық ферменттері бар ішінде. И ол бізде екі процесс жүреді осы лизосомада. Ол бізде автолиз либо автофагия. Автофагия дегеніміз ол жасушаға керек емес бір салға заттар болады, ішінде соны жеп қоятын болса, ол автофагия дегенді білдіреді. Ал автолиз деп отырғанымыз ол бізде, яғни мембранасы жыртылып кетеді да, өзі бізде лизосома қанша мембраналы еді? Дұрыс айтамыз, бір мембраналы тұғын, иә. Яғни мембранасы жыртылып кететін болса, ондан ішіндегі бүкіл ферменттері жасушаның ішіне жайылып кетеді. И осының әсерінен бізде жасуша өліп қалады, иә. Яғни ол бізде автолиз. Плазмолиз, деплазмолиз ол бізде цитоплазмаға байланысты, сондықтан да бұлар келмейді. Келесі сұрақ, өсімдіктерге, жануарларға тән белгілері бар ағзалар. Саңырауқұлақтар болады. Дұрыс айтамыз, неге саңырауқұлақтар? Себебі бізде саңырауқұлақтар ол бізде отдельное царство, яғни отдельный патшалық болып табылады. Яғни өсімдіктің де, жануарлардың да белгілері бар. Яғни біз жіктеген болатын тұғымыз алдында, яғни өсімдіктерге тән белгісі ретінде бұларға не жататын еді? Бұларда бізде жасуша қабырғасы бар, бүкіл денесімен асты сіңіруі, өмірбақи өсуі, қозғалмауы, вегетативті спора арқылы көбеюі, бұл бізде өсімдіктерге тән белгісі болған, иә. Ал жануарларға бұларда хитин болуы, қор затының гликоген болуы, бұл бізде жануарлардың белгілері тұғын. Сондықтан да ол бізде жаңағы екеуінің де белгілерін қосып тұрғандықтан, ол бізде осы өсімдікке де жануарға да ұқсас ағза болып табылады. Молодцы, керемет. Так, балалар, қазір бірінші скрин болсын, онда скрин жіберейік өзіміздің кураторларымыздың жекесіне, жекесіне жібересіздер. Жекесіне. Андай общий группаға емес, тек қана жекесіне жіберсеңіздер. Дана, оны кім айтты сізге? Жекеге жібермеңдер деген. Молодцы. Жақсы, онда әрі қарай жалғастырайық. Кет, сомалық жүйке жүйесі басқарады. Жүрек ең алғаш кімдерде пайда болды дейді. Негізі шұбалшаңда деп айтады, бірақ шұбалшаңда толық жүрек емес. Ұлуда толықтай жүрек пайда болған. Шұбалшаңда тек қана сақиналар, пока жүрек толық қалыптаспаған. Так, кеттік, бізде сомалық жүйке жүйесіне дұрыс жауаптар кетіп жатыр. Молодцы. Бұл бізде қан қабылушы өттерін басқару, дұрыс айтамыз. Яғни сома дегеніміз балалар дене дегенді білдіреді, Бізде жалпы жүйке жүйесін біз екіге бөлеміз. Жүйке жүйесін біз қысқартып ЖЖ дейміз. Бұл бізде екіге бөлінеді. Яғни ол бізде орталық жүйке жүйесі, яғни ОЖЖ қысқаша, және де бізде шеткі деп бөлінеді. Шеткі жүйке жүйесі. Енді орталық жүйке жүйесіне бізде жататындар, ол ми мен жұлын жатады. Ал шеткіге ол бізде жүйке түйіндері, жүйке ұштары деген сияқты жауаптар жатады. Так,
Сосын бізде орталық жүйке жүйесінің атқаратын қызметі бойынша екіге бөлінеді. Ол сомалық және де бізде вегетативті деп бөлінеді. Вегетативті. Енді қараймыз, сомалық дегеніміз, сома дегеніміз дене дегенді білдіреді, яғни біздің қанқа бұлшықеттеріміз, қанқа бұлшықеттерін басқаруымыз осы соманың арқасында жүзеге асады. Ал вегетативті ол бізде өзінің ішінде екіге бөлінеді. Бұлар бізде парасимпатикалық және де симпатикалық. Біз осы жақында ғана шілде ағымымен осы тақырыптарды өткен болатын тұғынбыз. Сондықтан да бұл қиындық туғызбайды деген ойдамын, Так, жүректің босаңсуы, зәрдің шығарылуы, астың қорытылуы дегеннің бәрі осы вегетативтіге жатады. Яғни біз басқара алмайтындар, Так, хорошо, кеттік. Эластинді қозуға қабілетті мембрана. Так, А дейді, Аха дейді, В дейді. Тағы да қандай варианттар бар? С деген варианттар келіп жатыр. В дейді. С. Тағы да қандай варианттар бар екен? Д дейді. Так, балалар, бізде дұрыс жауабы В. Яғни сарколемма деген болады. Бұл бізде балалар бұлшықетке қатысты болып тұр. Бұлшықетке қатысты, яғни бізде бұлшықетке қатыстыларды біз сарко деп атаймыз енді. Бұлшықеттің ішіндегі цитоплазма ол бізде саркоплазма деп аталады, яғни ішіндегі сұйықтығы. Мынау сұйықтығы болады. Ал яғни мембранасы лемма деп аяқталады, яғни сарколемма болады. Бұлардың бізде митохондриясы, бұлшықеттердегі митохондриялар, ол бізде саркосома деп аталады. Саркосома митохондриялары. Яғни бұлшықеттің құрылысын біз қарастыратын боламыз скоро. Ол жерде триада деген болады, анизотроп, изотроп деген сияқтыларды қарастыратын боламыз. Бұл 10 мен 11-дің бағдарламалары. Так, яғни эластинді қозуға қабілетті мембранамыз, бұл бұлшықетте кездесетін мембрана екен, ол бізде сарколемма деп аталады екен. Так, кеттік. Түр ареалының бірнеше оқшауланған бөлікке бөлінуінен басталатын түр түзілу түрі. Так, барлығы бір ауыздан В деген жауаптар жіберіп жатыр екен. Может, біреулері соларға қосыла салып атқан шығар. Негізінде дұрыс жауап, дұрыс айтамыз. В болады, аллопатриялық. Бұл деп отырғанымыз балалар түр ареалының бірнеше оқшауланған бөлікке деген сөз. Яғни біз географиялық картада білеміз, мысалға мына жерде там Африка болуы мүмкін, мына жерде там Қазақстан, мына жерде Индия деген сияқты енді примерно, Енді қараңыздар, бұл жерде мекен ететін жануарлардың да әр түрі болады, Сондықтан да бұл бізде бірнеше бөлікке бөлініп кеткендіктен, бұны біз аллопатриялық деп атаймыз, немесе географиялық деп те атауы бар. Келесі жолы сіздерде аллопатриялық деп келмеуі мүмкін, яғни географиялық деп келетін болса, онда осы географиялық деген атауды таңдайсыздар. Бұның негізі, яғни бұның мағынасы неде дейтін болсаңыздар, мысалға Қазақстанның өзіне тән жануарлары бар, өзіне тән, ал Африкада өзіне тән, Үндістанда өзіне тән деген сияқты жануарлар мекен ететін болады. Ал симпатриялық деп отырғанымыз барлығы бір жерде мекен ететін болса, яғни барлық түр бір жерде ғана мекен ететін болса, оны біз симпатриялық деп атаймыз. Ал аллопатриялық это когда разный, и оның екінші атауы балалар географиялық. Эволюцияны қарастырған кезде бұны өтетін боламыз. Нұрасыл өскен, мен жіберетін тұғымын, бірақ бізде кейбір оқушылар слайдты жібергеннен кейін сабаққа қатыспайтын болып шықты. Сондықтан да ол слайд алдын ала жіберілмейді, тек қана сабақтан соң жіберілетін болды. Так, Еламан, ағай, осы біз филогенетикалық ағашты өттік қой, неге нұсқа талдауда келмейді дейді. Филогенетикалық ағашқа байланысты сұрақтар келді ғой сіздерде. Мен негізі тест қарастырған кезде, анау неге байланысты жібергем, жаңағы сұрақтарды жібергем, может ол еңбек қылған шығар.
сіздерде не бар ғой, ақпарат бар ғой, иә. Сіздерде яғни не бар, атын ет құдай-ау, план бар. Сол пландағы тақырып бойынша келе жатырмыз ғой, иә, рет-ретімен. Яғни сол тақырыпты алдын ала қараңыз да, кітапты ашып жазып алыңыз, тогда конспект жазып алыңыз, сосын барып тыңдаңыз. Так, келесі ұрық жапырақшасының мезодерма қабатынан пайда болады. Пробныйдың сұрақтарын мен құрастырам. Так, шілде ағыма жібермейміз. Өйткені кейбір оқушылар сабаққа кірмей қояды потом. Бұл жерде дұрыс жауап, дұрыс айтасыздар, қан болады. Неге қан болады? Кеттік талдайық. Бізде жалпы 3 қабат болады. Ол бізде эктодерма, энтодерма, сосын мезодерма, вот 3 қабат. Мезодерма деген 3 қабат болады. Енді эктодерма ол бізде алдында айтқанбыз, біз алдында талдап бергенбіз сіздерге. Эктодерма ол бізде сыртымызды жауып тұрған тері, сыртымыздағы мүйізді түзілістер, яғни шаш, тырнақ деген сияқтылар болады, Одан бөлек бізде эктодерма бізде сезім мүшелері, біз сыртқы ақпараттар осы сезім мүшелері арқылы қабылдаймыз, яғни құлағымызбен естиміз, көзімізбен көреміз, мұрнымен сеземіз деген сияқты. Енді сезім мүшелері, одан бөлек бізде біз мысалға құлақпен өсекті естиміз, бірақ оны өзіміз фильтровать етеміз. Не арқылы? Ми арқылы, ми и желудь. То есть орталық жүйке жүйесі тоже бізде эктодерма қабатынан пайда болады екен. Енді энтодерманы айтатын болсақ, энтодерма ол бізде ас қорыту и тыныс алу деп аласыздар. Сонда қараңыз, мына жерден бізде шаш кетті, тері кетті, тыныс алу деген өкпеге, и қалғанның бәрі, значит, мезодерма болады, Сонда қан деген жауап дұрыс қабылданады екен. Так, балалар, сатпаймыз, ештеңе жасамаймыз. Мына жер түсінікті ма, балалар? Ол біреудің еңбегі ғой. Ол менің еңбегім 3-4 сағаттап сайт жасаған. Оны сатпаймыз. Так, кеттік. Түсінікті ма? Мына жерде неге қан болғаны? Қатып, онда ештеңе болып жатқан жоқ қой, дауыс бәрі дұрыс қой, өзім сатам. Приколымен. Но қазір сабаққа қарайық, Все, кеттік. Келесі миоз нәтижесінде түсіріледі. Мезодермада бізде, дұрыс айтамыз, миозда бізде миоз жыныс жасушалары түсіріледі, Митоз ол бізде сома, тері, қан жасушалардың бөлінуі, ол бізде митоз процесс арқылы жүзеге асады. Яғни митозда бізде хромосома саны өзгеріссіз қалатын жасушаның көбею түрі, яғни 46 болып шыға береді. Ал миозда бізде 2 есе азайып кетеді, яғни ол бізде 46-дан сразу 23-23-ке азаяды, 23 деп азайып кетеді. Сома деген ол балалар дене дегенді білдіреді. Дене дегеннің орысшасы мысалға бізде тело ғой, но бізде биологияда ол сома деп аталады. Сома это дене деп аталады. Так, кеттік. Келесі ағза ішіндегі патогендерді жояды. Молодец, Ақбала Нұрлан қызы. Так, Д дейді, С дейді, В дейді. Дұрыс жауап балалар С болады, дұрыс айтасыздар, яғни антибиотиктер. Неге антибиотиктер? Бізде патоген деген сөз, ол бактерия деген сөз, Значит, бізде бактерия, мысалға ағзамызда көбейіп кеткен уақытта бізде антибиотик салып емдейтін болады. Антисептиктер ол бізде просто сыртқа қабылдаймыз оны, Сыртқа қабылдаймыз. То есть антисептикпен қолыңды жуасың,
Эритроциттер ол бізде қанның қызыл түсті жасушалары, олар бізде ешқандай да патоген болып табылмайды, олар оттек тасымалдайды, потому что құрамында не болып жатыр, гемоглобин бар. Ағай, микрофонға демалмаңызшы, наушникпен отыр едім, дауыл болып жатыр дейді. Онда наушникті алып тастаңыз. Қазір алыстатсам просто оқушылар ренжиді. Оқушылар айтады, ағай, дауысыңыз естілмей қалды деп. Ферменттер ол бізде биологиялық катализаторлар, именно ол тоже бізде патогендерден бөлек, бұлар бізде в основном астың қорытылу үдерісіне қатысады, Так, келесі, бірінші деңгейде консумент. Хорошо, мен онда став отпаймын. Былай қойып қоям. Может, сіздерге сол кезде жақсы естілетін шығар. Дауыс нормально естіліп тұр деген ойдамын, Так, Эльдар жоңышқа дейді, Нұрайым күшті дейді, Дейнар бәрі жоңышқа дегенге жауап беріп жатыр екен. Так, қате балалар. Қате, бұл сұрақтың жауабы бізде кім болады? Мына жерде балалар ферменттер деп кетіп, мына жерде басқа жауап болу керек. Бұл жерде бізде балалар ешкі немесе қой деген жауап тұру керек. Немесе шегіртке деген сияқты жауап тұру керек. Сонда жауабы бізде осы Д жауабы болу керек. Неге өткені қараймыз? Бізде жалпы пирамидан сызған кезде ең астында тұратын ол продуценттер, Қорек тізбектің бірінші деңгейі деген жоқ. Бұл жерде бізде консумент 1, яғни оның үстінде тұратындар. Яғни консумент 1 ол бізде мына жерде шегіртке деген немесе қой деген вариантты қабылдаймыз. Ешкі жалпы шөппен қоректенетін, Ал енді қасқыр, жаңағы тағы да басқалар ол бізде консумент 2 болады. Жоңышқа ол бізде балалар продуцентке кетеді. Қасқыр ол бізде консумент 2, ал бүркіт консумент 3-ке кетеді. Шөп қоректі болу керек. Қоян деген сияқты, Даусымыз жай шығып жатыр деген басталды уже. Балалар шынымен де жай шығып тұр ма? Или нормально ма? Шошқалар жемейді жоңышқаны. Кәдімгі ешкі де жейді, оны қой да жейді. Жоқ, норма дейді. Мен просто айқайлап сөйлеп отырсам, қазір біртүрлі болып қалатын сияқты. Өзім айқайлап неқті. Кеттік, келесі. Хлоропластта Кальвин цикліне қатысатын фермент орналасады дейді. Эфир енді сұрақтар талдап біткенше болады. Или дейді. 11-ші класста сіздер мектепте уже өтіп тастадыңыздар бұны. Әртүрлі жауаптар келіп жатыр. Данагүл Абіл молодец. Дұрыс айтамыз, стромада жүзеге асады. Қараймыз, жалпы балалар бізде хлоропласттың құрылысын қарастырған біз сіздермен. Олар бізде 2 мембраналы органоид, Олардың ішінде бізде строма деген, строма сұйықтығы, потом бізде тилакоидтар болады. Так, енді қараймыз, мына бізде тилакоидтар. Тилакоид, тилакоидтың жиынтығын біз грана деп атаймыз, Грана. Мына тұрған бізде ламелла. Ал ішіндегі сұйықтық ол бізде строма. Енді тилакоидтардың ішіндегі сұйықтықты айтатын болсақ, ол люмен деп аталады. Енді бізде фотосинтез өзі 2 кезеңге бөлінеді. Фотосинтез ол бізде жарық және де қараңғы деген кезеңдерден тұрады. Енді бізде жарық кезеңі ол бізде тилакоидтардың мембранасында жүреді. Олардың соңғы конечный продукттары ол бізде фотофосфорилирование дейміз, яғни фотофосфорлану, АТФ-тің түзілуі болмаса, одан кейін бізде NADH2 деген зат түзіледі, және де суфотолизі деген процесс жүреді бұл жерде, и оттегі пайда болады. Ал енді қараңғы фазасы строманың ішінде жүреді, бізде гель тәрізді, наркозды сұйықтықта. Бұл жерде Кальвин циклы, яғни бұл Кальвин циклы бізде рубиска деген ферменттен басталады ғой үшін. Рубиска деген фермент, мына жердегі пайда болған АТФ пен NADH2-ні қосып, сол жерде оны құртатын болады. И в итоге осы жерде бізде глюкоза пайда болады.
яғни стромада жүреді деп айтасыздар. Кальвин циклы деген осы бізде глюкозаның пайда болуы. НАДФ дегеннің полный аты қалай дейді? Никотин амид динуклеотид фосфат. Оның бірақ толық атауын жаттап қажеті жоқ. Оны сіздерден сұрамайды, толық атауы дегенді. Кальвин циклы қысқаша айтқанда не істейді дейді. Кальвин циклы қысқаша айтқан кезде бізде жаңағы жарық және қараңғы фазасы дедік қой. Жарық фазасында бұл жүрмейді, өйткені ол тилакоид мембранасында жүріп кетеді ғой. Ал бұл қараңғы фазада жүреді. Именно қараңғы фазада стромада жүзеге асады осы кальвин циклы, яғни глюкозаның пайда болуы. Яғни бұл бірнеше рет айналым жасайды. Осындай цикл болады, айналым. Сол айналымның соңында бізде осы глюкоза пайда болатын болады. Так, Түгелжан десе Түгелжан екенсің дейді. Так, балалар түсінікті ма? Мектепте де өтіп жатсыздар ғой, иә? Даян айтпай, молодец. Иә, олар біріктіреді. Жарықта жоқта өсімдік оттекпен тыныс алмай ма? Иә, молодец. Биология қиын ба, оңай ма дегенде балалар не ғой? Сен основной білімің болатын болса, онда сіз өте аласыз. Так, балалар болды, пробныйдан қанша жинадың, анау оны соңында сұра жатармыз. Қазір сұрақтарға көңіл бөлейік. Так, физикалық мутаген, ол бізде балалар дұрыс айтамыз, рентген сәулелері болады, иә? Этиленимин, жаңағы алкалоид дегендер, бұлар бізде химиялық мутагендеріміз болып табылады. Химиялық мутагендер. Так, бактериялар, вирустар деген болатын болса, ол бізде биологиялық мутагендер. Мутагенде отырғанымыз балалар бізде жалпы мутацияға ұшыраған ген, иә? Мутацияға ұшырататын заттар болмаса. Рентген сәулелері, ультракүлгін сәулелері, электромагниттік өріс дейтін болса, мысалға электромагниттік өріс деп келетін болса, бұлардың барлығы бізде балалар осы физикалық мутаген болып табылады. Түсінікті ма? Рентген сәулелерін сіз қаяқтан кездестіре аласыз, оны бізде өкпемізді рентгенге түскен кезде кездестіруге болады. Неге рентгенге күнде түсе беруге болмайды? Потому что вот рентген сәулелері бізде физикалық мутаген болып табылады. Сондықтан да 6 айда бір рет қана түсуге рұқсат етілген. Так, если understand болып жатсаңдар, understand болып тұрса, онда әрі қарай жалғастырайық, молодец. Күшті, керемет. Так. Келесі, қор жинау қызметін атқаратын терінің 3-ші қабатындағы бөлігі дейді. Ауырса түсіре береді ғой дейді. Ауырса түсіре бермейді. Күнде түссең, құдай сақтасын, мутацияға ұшырап, ауру болуы мүмкін адам. Иә, дұрыс айтамыз. Бұл бізде май жасуынығы, немесе бұл май жасуынығының басқаша атауы бізде қалай аталады? Гиподерма қабаты деп аталады, еще гиподерма деп те аталады. Так, торлы қабат, қыртысты қабат, мезгек қабаттар емес, бұлардың барлығы бізде осы эпидермиста, в основном. Эпидермиста, өсуші қабат дейміз, жаңағы. Бұлардың барлығы бізде бірінші қабат, яғни терінің бірінші қабаты бізде эпидермис, потом екінші қабаты бізде дерма деп аталады, яғни нағыз тері. Бұл жерде бізде қан тамырлар, капиллярлар, сондайлар орналасады. Түктердің түбірі орналасады. Үшінші қабатта ол май жасуынығы, яғни гиподермамыз, сол бізде осы как раз заттарды қорғай жинап тұрады. Хорошо, супер, кеттік. Өкпедегі газ алмасу дейді. Бұл ұлпа деген тақырыпта айтылған жоқ, бұл бізде неде айтылып кетті? Терінің құрылысы жайында айтқан кезде. Терінің құрылысын енді өтеміз.
Так, әркім әртүрлі жауап беріп жатыр. Тұмар, сіз күшті жауап бердіңіз. АВС-да дей салдыңыз. Так, сонымен сіздерге мен сағатым естіліп тұр ма? Дата бұл. Енді ол сағаттың дауысына қалай айтатынымды білмеймін. Так, кеттік, балалар, қараймыз. Өкпеде газ алмасу елестетіп көрейік. Бізде өкпемізді, мінекей өкпеміздің ішінде бізде не болатын еді? Бізде альвеолалар болатын тұғын, міне осында ауа көпіршіктері. Енді осы ауа көпіршіктеріне бізде капиллярлар келеді, артерияларымыз, оттегіні алып, сосын таратып, сосын неге айналады олар? Бізде оны алып кететін вена, яғни артериямыз венаға айналу керек, яғни В жауабы дұрыс болады бұл жерде. Қазір онда мен сағатты алып тастайын, балалар, пока не істеңіздер, скрин жібере тұрыңыздар. Скрин жіберіп алайық, мен онда сағатты алып тастайын мына жерден. Сағатты қайқа қоям қазір. Так, болды, сағатты алып тастадым, енді нормальный звук шығып тұр ма? Так, все, болды, алып тастадым сағатты, енді кедергі келтірмеу керек, Все, кеттік ал. Өсімдіктердегі жіктеу дұрыс реттілігі дейді. Аудим дейді. Балалар, мен сіздерге бұның жаттау жолын көрсеткен тұғым, Дұрыс жауабы В болады, дұрыс айтасыздар. Неге В болады? Потому что ол бізде ПБК деп жаттаймыз, ПБК, Қ, Т. Болды. Қараймыз, түр ең кішкентай болады. Туыс, одан кейін тұқымдас, қатар, класс, бөлім, патшалық. Ал егерде ПТК ОТТ болатын болса, бұл бізде жануардікі болатын тұғын, Яғни жануардікі С вариантында көрсетілген. Мына жерде бізде қатар, класс, тұқымдас, туыс, түр, яғни класс пен қатардың орны просто ауысып кеткен. Так, молодцы, кеттік. Келесі сұрақ. Дабыл жарғағымен бітісіп кеткен сүйек дейді. Кстати, балалар, бүгінгі презентацияның фоны қалай екен? Нұсқа талдауға. Супер дейді. Кеттік, дұрыс айтамыз, бұл бізде балғашық болады. Неге екен айта отырайық? Бізде жалпы құлақты алдында біз бүйтіп тестте мен айтқам, осындай құлақпен қарайтын болсаңыз, осы бізде құлақ 3 бөлікке бөлінеді. Ол мінекей құлақ қалқаны, сыртқы құлақ қалқаны дейміз. Потом бізде дыбыс жолы жатады сыртқы құлаққа. Потом бізде дабыл жарғағы, ол бізде сыртқы құлақтікі. Енді осы барабаны перепонка мен мына жерде бірігіп тұрған балғашық деген адай бар. Балғыға ұқсайды пішіні, потом бізде төстік болады, төске ұқсайды өзі, төс сүйекке, төстік және үзеңгі деген болады. Үзеңгі ол атқа мінетін жаңағы кәдімгі бүйтіп аяғыңды салып, ол сол. Енді қараймыз, балғашық мынау немен барабанный перепонкамен, яғни бірігіп кеткен.
Ұлулы дене ол ішкі құлақта болады, төстік пен үзеңгі келмейді. Так, келесі. Митохондрияның сыртқы мембранасындағы өзек түзуші нәруыз. Шректің құлағы ма дейді. Так, матрикс дейді, жүрегін сезіп тұр, төрт варианттың біреуі күшті екен Еркежан. Жүрегіңіз мощный сезеді екен, дұрыс жауап балалар полирин болып табылады. Қараймыз, жалпы митохондрия деген бізде екі мембраналы органоид, иә? Ол бізде мінекей осындай екі мембраналы органоид. Жалпы митохондрия жасушаның ішкі тыныс алуына қатысады. Жасуша ішілік тыныс алуға. Оның ішінде бізде осындай битіп кеткен осындай қатпар тәрізді бізде осындай сызықтар болады. Бұл қатпар тәрізді сызықтарды біз криста деп атаймыз. Криста, криста. И осы бізде кристада бізде АТФ синтетаза деген ферменттер орналасады. АТФ синтетаза қайда орналасады деп те келеді ОБТ-да сұрақ. Кристада деп жауап бересіздер, яғни тарақ тәрізді осындай қатпарлы өсіндісінде. Енді ішкі біз бөлігіміз матрикс деп атаймыз. Матрикс ол ішкі кеңістігі. Бұл матрикста бізде цикл Кребса деген жүреді. Цикл Кребса, яғни Кребс циклы дейміз, немесе лимон қышқылының айналымы осы митохондриялардың ішінде жүреді. Гранула деген бұларда болмайды. Гранула ол бізде бағанағы хлоропластта, матрикста айттық, кристан айттық. Енді бізде мына жерде сырттарында бізде мынадай өзектер болады. Өзек дегеніміз яғни тесік деген сияқты. Бұл нәруызды өзіне түзетін өзектерімізді біз порин деп атаймыз. А также бұл митохондрияның сыртында бізде еще мембраналар не кездеседі? Ферменттер кездеседі, монооксидаза деген сияқты. Тағы да бізде екі-үш ферменттің атауы бар, оны алдағы уақытта айта жатармыз. Немесе өздеріңізде оқып келіңіздер. Және де бұл митохондрияға келетін тағы сұрақтардың бірі сыртқы мембранасы мен ішкі мембранасының айырмашылығы деп келеді. Сосын бізде бұның сыртынан өте алатын қосылыстар болады. Сыртынан өте алатын қосылыстар және ішінен өте алмайтын қосылыстар деген сияқты сұрақтар келетін болады митохондрияға. Оны қарастырамыз. Так, келесі. Толық түрленіп дамитын жәндік. Айданақ Есілбай, сіз наушникпен тыңдаңызшы, өйткені қатты жақындатсам кейбір оқушыларда слишком қатты шығады екен. Так, массаж, шегіртке дейді, тараққан дейді біреулер. Бит емес па дейді. Жоқ, бит емес. Толық түрленіп дамитын жәндіктер балалар маса. Бұл жердегі дұрыс жауабымыз маса. Яғни бізде шала түрленіп даму деген бар, и толық түрленіп даму деген бар. Шала түрленіп даму деп отырғанымыз ол бізде шегіртке, тараққан, бит дегендерге тиесілі. Бұлар қалай дамиды? Яғни оларда бізде жұмыртқа, потом имаго, имаго уже ересек түрі шығатын болады, ересек. Ал мыналарда масаларда бұларда жұмыртқа, имаго, қуыршақ, тағы да не бар құрсын, сосын барып ересекке ауысады. Бұл бізде уже толық түрленіп даму. Хорошо, шыбын, маса дегендердің барлығы ол бізде толық түрленіп дамитындардың қатарынан болып табылады. Так, толық түрленіп даму деген сонда понятие қалыптасты ма? Сонда не екен толық түрленіп даму деген? Өзіміздің сөзбен айтатын болсақ, толық түрленіп дамуға. Сіздерге жақында база берілетін болады, 7-ші сынып бойынша, потом 8, потом 9 деген сияқты кете береді. Келесі жолы маса болмайтын болса, бұның орнына бізде басқаша варианттар келеді. Көбелек, қоңыз деген сияқты варианттарды қарастыруға болады. Және шыбын, дұрыс айтасыз, ара деген сияқтылар бізде ол толық түрленіп дамитындар болып табылады. Молодец, керемет.
неге өтпеген тақырыптардан қойып жатырсыз дейді. Ойбай, ертең ұбт-да сенде өйтіп отпайды ғой, өтпеген тақырып, өткен тақырып деп. Нұсқа талдау деген общий ғой балалар. Мен сендермен өткен тақырыптардан ғана құрастыратын болсам, ол түк қызық емес қой. Әркімнің әртүрлі деңгейде оқып жатқанын осы жерден де көруге болады, жан-жақты болу керек. Өткен тақырыптардан сіздерде специально үй жұмысы бар. Вот соны талдаңыз. Так, болды, кеттік. Әрі қарай гомоэтермді ағыза дейді. Гомоэтермді мен поикилотермдінің айырмашылығын біліп алайық. Бізде жалпы гомоэтермді дегеніміз, ол бізде гомоэ дегеніміз жылы қандыларымыз болар, жылы қандылар. Ал поикилотермді дегенде бар, ол бізде суық қандылар. Бұл бізде суық қандылар. Суық қандылар дегеніміз кімдер олар? Суық қандылар деп отырғанымыз, ол бізде, яғни дене температурасы табиғаттан зависит, то есть атмосферада минус мысалға 15 градус болатын болса, бұлардың дене температурасы минус 12 градусқа дейін түсуі мүмкін. Немесе минус 3 градус деген сияқты болуы мүмкін. Ал енді гомоэтерм жылы қандылар, олар біздер мысалға, біз 36-да 6-мыз. Хоть далада минус 20 болса да, біз 36-да 6 болып отыра береміз үйде. Яғни бұл деп отырғанымыз, значит, бізге құсқоректілер деген вариант мына жерде тұр екен. И плюс бізде құстарымызда жылы қандылардың қатарынан. Яғни құстар дегеніміз, ол бізде плюс 41, плюс 43 градус, бұлардың дене температурасы тоже жылы қандылар болып табылады. Ал қалған қосмекендің де, жорғалаушың да, балығың да, олардың барлығы бізде суық қандылар қатарынан. Так, кеттік. Келесі. Ұзақ күндік өсімдік. Мына жерден қадаласыңдар ол. Қарлығаш Айтжанова молодец. Бірақ точно емес, андай сұрақ белгісін қойып жүріпті. Так, бұл жерде балалар ошаған деген, дұрыс айтамыз, ұзақ күндік өсімдік болып табылады. 7-ші кластың кітабында жазылып тұр сіздерде. Яғни, ұзақ күндік өсімдік деп отырғанымыз, бұл бізде ботаниканы жаным сүймейді дейді. Жақсы, енді айтайын, бізде ұзақ күндік өсімдік деп отырғандарымыз балалар былай. Бізде жалпы Қазақстанда ұзақ күндік өсімдіктер жоқ. Өйткені бізде ұзақ күн болмайды никогда, то есть бізде күннің ұзақтығы там 14-12 сағатқа ғана созылуы мүмкін максимум, даже одан да төмен. Ал ұзақ күн өсімдіктері ол бізде 21 сағат бойы жарықты талап етуі мүмкін. И бұған бізде кітапта осы басқа мемлекетте, шетелдерде кездесетін ошаған деген өсімдікті мысалға келтірген. Ошаған дегенді интернетке жазып көріңіз, өсімдіктің атауы. Неге намазшылық емес дейді? Намазшан гүл ол бізде қысқа күн өсімдіктер деп айтсақ та болады. Олардың барлығы уже қысқа күн. Асқабағыңыз да қысқа күндік өсімдік, шалқан да қысқа күндік өсімдіктер. Осы ошаған ғой. Жоқ, ол ошаған емес, ұшып жүрмейді бұл, өсет кәдімгідей. Орысшасын атын тұрмын енді қазір. Но кітаптан ашып қарауларыңызға болады, 7-ші кластың бас жағында айтылған. Так, келесі сұрақ, күл ауруының қоздырушысы. Күл деген ауруды басқаша біз дифтерия деп атаймыз, Так, бұл 8-ші кластың бағдарламасында айтылады, күл деген ауру. Бактерия, бізде бұл ауруды тудыратындар бактериялық, яғни таяқша тәрізді бактерияларымыз осы күл ауруын тудырады. Күл ауруы, яғни адамның іші өтеді, сосын тағы да басқа да признактары бар. Терісі деген сияқты, вот сол бактерия арқылы жұғатын ауру. Вирустық аурулар мысалға тұмау деген сияқтылар болады, гепатит мысалға. Вот осылар бізде вирустық аурулар. Саңырау құлақ, ол бізде фитофтороз, яғни өсімдіктерде кездесетін, фитофтороз деген ауру бар.
құмыто деген ол бізде лишмания деген ауруды тудырады. Лишманиоз, лишмания деген ауру бар. Вот сол аурулар тудырады бұл. Құмыто деген шыбын-шіркей. Так, келесі. Экспансионалды өсім тән ағзалар. Ештеңе етпейді, қателесу это нормально. Әзірге қателессеңіздер это норма. Так, экспансионалды өсім тән ағзалар. Бізде балар экспансионалдыны басқаша G тәрізді деп айтты. Бұны екі топпен де өткен тұғынбыз. Сондықтан да білулеріңіз керек. В болады, дұрыс айтамыз, бактерияларымыз, яғни экспансионалды деп отырғанымыз, былай графикті сызатын болсаңыз, андай высокий рост көрсететіндер, яғни бізде бұл бактерияларымыз біршама уақыттың ішінде тез көбейіп кете алады. Ал енді сигмоид немесе S тәрізді дегендер бар, ол бізде наоборот былай болады. Былай өсіп, былай жаймен өседі, яғни потому что олардың көбеюі біршама уақытты талап етеді, Ал бактерияларда ондай емес, және көртышқандар, мысалы экспансионалды өсім тән ағзалар, яғни тез көбейтіндер болған жататындары. 3-4 айдан соң қателескен нормама дейді. Так, 3-4 ай сіз дайындалып жүрсіз ба, еламан? 3-4 ай мысалға мықты дайындалсаңыз, әзінде қателіктер болса, значит, сол параграфтардан сізде пробел бар, немесе ұмытып қалдыңыз, соларды біз жазуымыз керек, зафиксировать етуіміз керек. Деп андай кете беруге болмайды да. Просто мысалға мен білмей тұрмын ба, мен барамда сол кітапты ашып қарауым керек. Мысалға мұғалім маған айтты, бірақ мен сонда да кітапты қарауым керек, чтобы удостовериться. Мен ол кітапты көрем, конспект деп жазып алам, вот сол кезде есте қалады. И сен келесі жолы нұсқа талдағанда тестте уже қателеспейсің, потому что сен білесің, сен қателікті совершил, и всегенде оны совершать етпейсің. Өткен сен оны көрдің ғой, кітапты ашып қарадың. Осы сұрақ ұбт-та келетін болса, мысалға, сіз уже білесіз бұларды. Мен аны талдағам, мынаны мен білемін, кітаптың 96-шы бетінде суреттің қасында тұрған жазу ғой деген сияқты, Так, ингибирлейтін балалар енді фитогормондар. Сіздер жалпы 3-4 ай дайындық емес, сіздер жалпы 11 жыл дайындықтан кейін де қателесіп жатырсыздар ғой, Мектепте бәрібір де оқытады ғой. Сонда да қателесіп жатырмыз. Но енді курс ол бізде балалар толықтау үшін, оны пысықтыру үшін керек. Курстар жалпы кез келген курста сізде бәрібір де ешкім 100% ештеңемен қамтамасыз ете алмайды. Андай болмайды, типа ойбай сен осыған қатыссаң, сен 50-ден 50 аласың деген ешкім гарантия бере алмайды оған. Так, кеттік. Фитогормондар біз екіге бөлінеді. Ол бізде ингибирлейтін және де бізде стимулдайтын, стимулдайтын деп екіге бөлеміз. Так. Мектепке оқысақ курсқа қатысамыз ба дейді. Мектепте бәрібір де білім береді ғой, балалар какой-то бір фундамент беретін шығар енді. Так, и сіз просто может қабылдамаған шығарсыз. Бізде андай оқушылар бар, даже сен оқытып жатсаңда мысалға, и ол дополнительно өзі андай ізденіп, бір конспектілерін өзі приятно болады, ондай қараған кезде ше. Мысалға мен түсіндірдім тақырыпты, бірақ ол баратта кітапты ашып оқып, конспектілеп, суреттерін салып сөйтеді да. И ол бала кәдімгідей өте жаңағы жақсы біледі деп айта аламыз ше олар. Неге? Потому что олар менен айтқаннан бөлек те қосымша маған айтады еще, ағай қандай тағы қосымша кітаптар советуете, мен бос уақытымда соларды оқығым керек деген сияқты. Ол бала бос уақыттарында биология, химия пәндерін қарап ашып отырады. Яғни ол баратта, мысалға физика, немесе тағы да басқа, тағы да қандай пәндері бар, геометрия, геометрияда ол сабақ оқиды шығар енді, именно жаңағы физика, дүниежүзі тарих, құқық негіздері деген сабақтар болады ғой. Вот сол кезде ол жаңағы дайындалып отырады. Андай просто наушник тағып алып, кәдімгідей шуламай өз дайындалып отырады. Сондай балалардан айналып кетесің. Енді ингибирлейтін тақырыпқа оралайық. Ингибирлейтін деген сөз бұл подавляющий.
яғни басып тастайтын сені, басып тастайтындар. Фитогормондар деген кімдер? Бірінші ол бізде өсімдіктердегі гормондар. И ол фитогормондар деп аталады. Адамдарда бізде гормондар бар ғой, вот сол секілді бұларда да бар өсімдіктерде. И олар бізде фитогормондар деп аталады. Фито деген значит өсімдік деген сөз. Енді қараймыз, бұларда этилен және абсцисс қышқылы ингибирлейтін, яғни подавлять ететін, ал стимулдайтын ол бізде үшеу болады. Яғни олар ауксин, гибереллин, цитокинин, оның әрқайсының қызметін потом тоқталамыз. Ингибирлейтіндерді айта кетейін, енді этилен мен абсцисс қышқылы. Вот этилен дегеніміз балар газ тәрізді болады. Бұл газ тәрізді, яғни неге газ тәрізді? Потому что мысалға сіз піспеген жасыл помидорды жұлып алып келдіңіз да, сіз үйге келіп қызыл помидорды сосын қасына қойып қоясыз мысалға. Қызыл помидорды алдыңыз да, қасына қызыл помидорды қойып қойдыңыз. Енді біраз уақыттан кейін мынау бізде жасыл помидорымыз қызара бастайды. Неге? Потому что этилен деген гормон бөлінеді да, наның пісуін тездететін болады. Яғни этилен осындай газ тәрізді фитогормон болып табылады. Немесе шіріп кеткен помидор болатын болса, мынау да шіріп кететін болады. Ингибирлейтін ол жасуша емес, гормон, балалар, гормон деген жасуша емес қой. Так, 9-шы сыныпта және 11-шы сыныпта кездесетін тақырыптар, фитогормондар. Так, келесі сұрақ, қандай тітіркендіргіш әсер еткенде қозудың туындамауы? Қандай да бір тітіркендіргіш әсер етсе де, қозудың туындамауы қалай аталады? Неге балалар жалығып кеттіңдер ма? Мен жаңа формат бойынша дайындаған едім да, бірақ енді қазір біз үлгермейтін сияқтымыз сонда. Жақсы. Дұрыс жауабы, дұрыс айтасыздар, рефракторлық кезең дейміз. Яғни сені біреу шымшып атса да, ұрып атса да, сен оны сезбейтін болсаң, бұл бізде рефракторлық кезең. Яғни бұлшықеттер не реагирует. То есть бұлшықеттердің ішіндегі нейрондарымыз да бізде қабылдамайды ақпаратты. Яғни бізде шымшыса да, ұрса да біз деп тұра беруіміз мүмкін. И ол рефракторлық кезең деп аталады. Көкейімде жүрген сұрақ, ағайдан сұрағым келген. Акош, қандай сұрақ ол? Акош, қандай сұрақ қойдыңыз? Неге ойланып отырып мандаринді ойласақ, соның дәммен иісін сеземіз. Итан бродохитінің иісін ойласақ, сол иісі мұрнымызда тұрады дейді. Потому что бізде мына жерде мұрынның үстінде иіс сезу рецепторлар орналасқан. И осы иіс сезу рецепторлар ұзақ уақытқа дейін біз сол иісті есте сақтаймыз. Егер де басқа бір адам өзінің духиын ауыстыратын болса, сіз сразу сезіп қоясыз, сен духиыңды ауыстырдың ба деген сияқты, сен бұрын бұндай сеппейтін едің ғой деген. Себебі мынау бізде иіс сезу рецепторлар ұзақ уақытқа дейін сол иісті есте сақтауға көмектесетін болады. То же самое мандарин, немесе қазір мен айтам манта. Елестетіңіздерші, манта ыстық, мантаваркадан алып енді салып жатыр бетіне подливкасы и майонез, потом оливье салат десеңіздер, енді елестетіп кетеміз, мантаның иісі уже мұрнымызға келе бастауы мүмкін, вот ыстық болып тұрғаны еще буымен. Вот неге? Потому что мына бізде иіс сезу рецепторлары ұзақ уақытқа дейін сақтайды. Тағы да бір қызықты факт, иіс бойынша, оказывается, адамдар, паралар бір-бірімен иісі бойынша қосылады екен. Мысалға, егер де бір адам, бір пара, бір қыз бен бір ұл өздерінің иістерін ұнататын болса ғана сөйлесіп бастап, олар әрі қарай отбасын құруға дейін жаңағы барады. Ал егер де бір-біріне иістері сәйкес келмейтін болса, ол адамдар қосылмайды екен. Так. Кеттік. Келесі. Менде ондай емес қой, аға дейді, онда мұрның бітеліп жүрген шығар, білмеймін. Латентті кезең укол салалардың алдында жиылып қалу көтенің дейді. Жаңмейлі, залында сабаққа қатысқансыз дейме. Сұрақтарды сабақтың соңында қойыңдаршы, уақыт кетірмейді. Окей, молодцы, күшті. Ферменттердің кейбір элементін тасымалдаушыға бекітілуі. Ол бізде иммобилизация деп аталады, балалар, дұрыс айтамыз. Иммобилизация, яғни кейбір ерімейтін тасымалдаушы деген сөз, кейбір мысалға агар-агар геніне мысалға ферменттерді салатын болсақ,
бұл бізде оның құрамына кіріп еніп кете алмайды, немесе оны құртай алмайды, потому что ол бізде иммобилизациялық зат болып табылады. Ингибирлену деп отырғанымыз ол бізде подавлять ету деген сөз. Активация, наоборот, ол күшті болып, белсенді болып. Коагуляция вообще бұған ферментке қатысы жоқ. Коагуляция ол бізде суға байланысты, суға байланысты процесс. Ой, Диляра, қонаққа шақырыңыз онда. Кеттік. Күкірт бактериялары, манты жейік бәріміз барып. Онлайн манты жеп қайтайық. Нұрай Молдағазы. Енді оның бәр өрде выходкаларынан сезіп тұрасыз ғой. Симпатикалық бұл жерде балар, симпатикалық жүйке жүйесі. Дұрыс айтамыз, бұл тиобактериялар. Алдыңғы жылы келген сұрақ нағызы бұтты. Күкірт бактерияларымыз басқаша осындай тиобактериялар деп атаймыз. Денитрификациялаушы деп отырғанымыз бұл бізде анаэробты бактерия, и ол бізде азот айналымына қатысады. Металлогенумдар деген вообще жоқ, лептотрикстер деген вообще жоқ, қуа салған варианттар мына жерде қолынбайске кішкене. И осы жердегі дұрыс жауап тиобактериялар. Келесі. Қатты, қатпады дейді. Балалар қатып тұр ма? Бір айтып жіберейік. Хотя қатпау керек. Мен Алма ТВ деген интернет орнаттым дедім ғой. И бұл Алма ТВ қатпады. Қатпау керек. Өйткені 5G. Қатпады, норм. Все, супер, кеттік. Енді контекстіні оқымай-ақ қояқ, сразу сұрақтарға көше берейік. Так, су айналымындағы маңызы зор биологиялық процесс дейді. Аяулы Мықтыбек, может, сізде қатып тұрған шығар онда? Асеммайыр, сіздер андай, может, интернеттеріңіз өздеріңізде нашарлау болып тұрған шығар. Кеттік. Су айналымындағы ол бізде транспирация деген процесс. Транспирация деп отырғанымыз, ол бізде балалар қандай процесс? Жапырақтардың ішінде бізде лептисктер деген болады, осындай. Екі жанаспалы жасушадан тұрады, үлкейтіп қарайтын болсаңыздар. Мен даже видеода көрсеткен едім, естеріңізде бар болса, екі жанаспалы жасушадан тұрады. Осы жерден бізде оттегіміз кіріп, көмірқышқыл газымыз шығып, деген сияқты, немесе наоборот, а также судың булану процесі жүретін тұғын. Трансляция дегеніміз ол бізде вообще РНК-да жүреді, яғни рибосомалық РНК-да, рибосоманың кіші суббірлігінде, и бұл бізде нәрвуздың синтезі. Транслокация дегеніміз ол хромосома аралық мутация болып табылады, және ДНК-ға қатысты бұл. Транскрипция дегеніміз тоже бізде ДНК-дан ақпараттық РНК-ның көшірілуі. И бұл вариант тоже келмейді. Так, молодцы. Тірі табиғат үшін әмбебап еріткіш дейді. Дұрыс айтасыз, сіңірген судың 90% бізде буланып кетеді. Так, енді бұл бізде тірі табиғаттағы ескерткіш. Су молодец. Әмбебап еріткіш, өйткені сізде тұзды да салсаңыз да, қантты да салсаңыз да, бізде суда еріп кетеді. Енді конечно, темірден басқасы. Адам денесіне 20% су жоғалтқан кездегі құбылыс. Үй жақта кездесу, енді маған ғада тәтті деген өлең бар, Дұрыс айтасыз, адам өледі деп жазып жіберіпті. Дұрыс, өлімге душар болуы мүмкін, яғни 2% жоғалтатын болса, адам жаңағы шөлдеуді сезінеді, яғни полидипсия деп атаймыз, бұны. Полидипсия. Ентігу деген болмайды, терді көп шығару деген болмайды. Кеттік. Өледі, шын айтасыз, дұрыс айтасыз. Кеттік. Егде тартқан адамның денесіндегі судың мөлшері. Тегін палау жейміз, Тегін палау, бауырсақ. 12% болса, дұрыс айтасыз, дәрігердің көмегінсіз аман алып қалу мүмкін емес. Так, егде тартқан адамда балалар бізде 50% болады су. 50%, 75 ол бізде нәрестеде. Егде тартқан деген кім ол? Егде тартқан деген қария дейміз болмаса, қартайған уже бір 40-50-ден асқан адамдар бізде егде тартқан адам болып табылады уже. Егде тартқан деген сөз жасы үлкен, қария. Так, болды, все, кеттік.
Температура жоғарылаған кездегі адамның көп терлеуіндегі судың қызметі. Жасы келген, шас емес, жасы келген. Бір жақта шал дейді. Жақсы, шал болса шал. Енді бұл мәдени әдеби түрдегі егде тартқан адам деген. Бұл бізде А жауабы болады. Дұрыс айтасыздар. Дене температурасын реттеу болып табылады. Яғни температура жоғарылаған кезде бізде көп терлеуіміз мүмкін. Бұл кезде температураны реттеп тұратын осы біздегі ішіміздегі су. Ол терлеп жатқаннан кейін біз постоянно сұйықтық ішуіміз керек. Үйдегілер айтады, сорпа іш, ананы іш, ыстық шай іш. Неге оның бәрі? Потому что біз осы сұйықтықты орнына қалпына келтіріп отыруымыз керек. Келесі, ортодоксалды ұйқы. Көп жауаптылық. Так, қараймыз, жалпы бізде балалар ұйқыны екіге бөлеміз. Ұйқы ол бізде баяу ұйқы болуы мүмкін, және де тез ұйқы болады. Так, баяу ұйқы кезінде бұл бізде ортодоксалды деп аталады, ал тез ұйқымыз парадоксалды деп аталады. Енді ортодоксалды ұйқымыз баяу ұйқы кезінде денеміз босаңсиды. Бізде тыныс алу үстіртін болады, және температурамыз төмендейді, яғни А, С, Е деген жауаптарымыз дұрыс болады. Баяу ұйқы кезі ол бізде 85% алады. Жалпы өміріміздің 80-85%, ұйқымыздың 80-85% осы баяу ұйқы. Ал 20-25% ол бізде осы тез ұйқы. Тез ұйқы кезінде зат алмасу жоғары жүреді. Бұл тез ұйқыда жүрек қағысы жиілеп, бізде түс көретін ұйқы болып табылады, тез ұйқымыз. Так, бұл кезде наоборот денеміз қатая бастайды, яғни бұлшықеттеріміз жиырылады. Келесі сұрақ, тромбоцит қай жерде тіршілігін жояды? Бұл бауырда жойылады, көк бауырда жойылады, және тромб түзілген жерлерде дұрыс айтасыздар, жойылып кетіп отырады. Митыныға дұрыс айтасыз. Тромбоциттар бізде осы үшеуінде болады. Келесі, полисахаридтерге жатады. Шафа емес, гранатовый сок, рояль деп тұр, сыртында Дубай деп жазылып тұр, еще тағда. Дубай деп тұр, Дубай. Royal деп тұр. Carbonated drink. Так, эритроза емес. Эритроза дегеніміз балалар, ол бізде тетрозаның өкілі болып табылады. Тетрозаның өкілі, значит, ол бізде моносахарид. Так, лактоза ол бізде дисахарид. Глюкоза ол бізде моносахарид. Сонда қалатын жауап не ол? Бізде галактаман, амилаза, декстрин деген жауаптар. Бұл бізде кітапта былай келген. Осындағы полисахаридтер крахмал, гликоген, мурин, глюкаман, целлюлоза, декстрин, галактаман, мурамин, пектиндік заттар, амилаза және хитин деген варианттар бар. Яғни бұл ішінде біз енді хитинді постоянно айтамыз, гликогенді постоянно, крахмалды, муринді постоянно айтамыз, и целлюлозаны. Именно ОБТ-да осындай біз айтпай кеткен нәрселерден қою мүмкін. Инулин дегенде болады еще, бізде осы күрделі полисахарид еще инулин. Инулинді да беруі мүмкін. Яғни осындай заттардың атауларын біліп жүргендеріңіз жөн, өйткені ОБТ-да осылай сұрап қалуы мүмкін. Амилаза көмір суды ыдырататын болғандықтан да ол бізде полисахарид ретінде қарастырып тұр. Вот, крахмал, целлюлоза, гликоген жоқ қой мына жерде. Осындай жоқ қып береді иногда. Келесі, басқалар жемейтін қорекпен қоректенетін жануарлар. Аяулы мықтыбек, дұрыс айтасыз. Молодцы.
Так, Д, Е дейді. Молодцы, молодцы. Так, түйе және де термит. Неге түйелер бізде өйткені тек жаңғақпен қоректенуі мүмкін. Жаңғақ деппін ғой, андай қылтанағы бар нәрсемен, то есть қылтанақ оны емес, шеңгелде мысалға осындай нелері бар, тікендері бар. Термиттер бізде ол ағаштың сүрегімен қоректенеді именно, ағаштың сүрегімен қоректенетіндер. И бұлар ешкім андай басқалар жемейтін қорекпен қоректенетіндердің қатарында. Жантақ, дұрыс айтасыз. Так, келесі эфференттік буынға жатады. Так, бүйрек, өкпе, жоқ, көз нысана мүше, ол көз, ми дегендер нысана мүшелер. Эфференттік буынға кірмейді болар. Және ішек, ішек жатады бізде. Ішек дегендер жатады, асқазанымыз тоже жатпайды бұл жерде. Бізде эфференттік буын деген бар, афференттік буын дегендер бар. Бұны мен қаяғымен өттім, бұны мен шілдеғымен өттім. Ана диализдің алдында өтіп кеттік. Оларға айтқанбыз тері, бүйрек, өкпе, ішек дегендеріміз, ол бізде термит деген ол жәндік дегенде именно құрт. Так, келесі. Енді балалар, сіздерде қазына бір сұрағын ғана қарастырастық, сонымен аяқта салайға, өткен менде сохранить етіп үлгермедім. Так, келесі. Суретте көрсетілген 5 және 9 санмен көрсетілген органоид атаулар дейді. ұбт-да сіздерде жақында қосылған нелер бар ғой, сонда осындай сұрақтарда келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да қараңыздар, 5 и 9 дейді. Неге 5 мынаны көрсетіп тұр. 9 ол бізде мынау. Дұрыс айтасыздар, бұл бізде эндоплазмалық тор және де митохондрия болып табылады, дұрыс айтамыз. Супер, керемет. Балалар, осымен біз аяқтаймыз бүгінгі тақырыбымызды. Кажется, қалған сұрақтар менде алдында сохранить етілмей қалыпты. Бірақ міндетті түрде сіздерге осындай жаңа форматтағы сұрақтар қалай екен? Қалай болып жатыр? Сіздерге ұнап жатыр ма? Бұл сұрақтарды уже келіп қойды ма, сұрақтарымыз сіздерге қалай екен? Мен сол құрастырғам алдында. Пробный қалай өтті сіздерге, жаңа пробный? Ұнады ма? Так, жалпы осы бізде шілде ағымы болсын, қыркүйек ағымы болсын, прогресс байқап жатырсыздар ма? Және де пробный тапсырғандар, Арыстанның хоть Әл-Фарабиға барып тапсырғандар, мектебінде тапсырғандар, қаншалықты прогресс көрдіңіздер? Қанша балл қостыңыздар биологиядан? Қос алдық па жалпы? Әлде қиын бе екен? Балл қосу қиындау болып жатыр ма? Прогресс бар дейді Жанерке, молодец. 35-22 болып қалды ағай, бізде пока жанармады дейді. Хорошо. 9 балл қостым дейді, 72-ден 92-ге, молодец. 30 балл, молодец. 5. Манзура 33, молодец. Так, балалар, осылай қоса бересіздер. Бірінші айда балл қосу оңай, өткен сізде қызығушылық бар, дисциплина болады, басында қоймай сабаққа кірген, қазір ұят болады деген сияқты. Кейін уже сіздер андай оправдание іздеп, бүгін жаңа жыл, бүгін мынадай күн, мен аған дайындалуым керек, сабақты кейін көре салам, үйтем-бүйтем деген оправданиелер көбейгеннен кейін де біз қалып кетуіміз мүмкін. Так, осымен балалар, онда сабағымызды аяқтайық. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Балл қоспай жатқан жандар міндетті түрде қосатын боласыздар. Ол үшін не істеу керек? Оқу керек, конспект және де уақытылы сабақтың барлығын қарап, нұсқа талдауға да қатысып,
өзіміздің деңгейімізді көтеруіміз керек. Ал егер олай жасамайтын болсаңыз, ешкім келіп сіздің ешқандай мұғалім немесе курс сізге гарантия бере алмайды, что сіз жоғары жинайтыныңызға. Так, все. Сау болыңыздар, келесі сабақта жолыққанша.